Жұмаға мектебіндегі жаңа қазақ орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Дүйсенбаева Мәншә. Сыбайлас жемқорлық індет, оны жою міндет. Сыбайлас жемқорлықтың тарихы бүгіннен пайда болған мәселе емес, оның тарихы тереңнен бастап алған, ал ол бүкіл әлемге қауіп төндіріп отыр. Пара келесі түрде берілуі мүмкін: ақша, пәтер, қымбат бұйымдар, тұрмыстық техника, автомобильдер, шетелге жолдамалар, құрылыс жұмыстары және тағы басқа жағдайлар. Қылмыстық жауапкершіліктен келесі тұлғалар босатылады: пара беру туралы өз еркімен хабарлағандар және қорқытып алу салдарынан пара бергендер. Жемқорлықпен күресу үшін елімізде заңды қабылдады. Біршама жұмыстарды атқарып жатыр. Дегенмен оны шешудің жалғыз жолы әлеуметтік жауапкершілік. Күресуді әркім өзінен бастаса, санамызды жаңғыртсақ, отбасылық тәрбиені қалыптастырсақ, адамгершілік пен имандылыққа баулысақ, жетістігіміз осы болмақ. Табысың адал болса, өмір берекелі болмақ.